бір адам емес, мәселе бұл жақта жобаға қатысы жоқ адамдар да бар. Ол кім? Біріншіден енді менің айтқым келетіні былай да, Айдайхан, енді чат бар бізде общий қатысушылардың өзіміздің. И сол жерде енді Жандос группаға жазады, именно Диана Жандосқа ответ қайтарады. Ол бірінші мәселе. Екіншісі, біздің таныстық, енді біз пятница күні сөзге келмей қалдық. Пятницадан бастап басқа балаға жазған бірге контент түсірейік деп. Мен хотя ондай зат менің ойымда да болған жоқ. Үшіншіден, маған айтып жатсың ғой, біреудің аяғын, біреудің қолын ұстап жатсың дедің ғой. Мен ұстаған жоқпын, ол өтірік әңгіме. Мен сөйлесем, чисто сөзбен, ауызбен ғана қалжыңдасам сөйлесіп. Мен біреуді шын ұстаған жоқпын. Диананың тарапынан, Диана, маған жақын адамдардың мойнына асылып ойнайсың ғой сен. Мен аттарын айтпай ақ қояйын, просто өз біліп отыр. Бекзат деген дос баласы бар, қазір жақын араласатын. Алдында ол жалғастың үміткер болып келген. Иә, ол жалғастың. Сол кезде Бекзаттың бетіне айтпай, қазір мына жерге келіп айтып отқанда мен таңғалып отырмын. Сол кезде сен айтқан болатынсың. Мен сені Бекзаттан қызғанбаймын, мен Бекзатты бауырым ретінде көремін деген сияқты. Иә, Диана, енді қара, қызғанбаймын деген сөзім Бекзаттың бар мойнына асыл деген сөз ба? Сол кезде сен көрдің ғой, Бекзаттың өзі мені көтеріп алғанын сен өзің көрдің ғой. Сен ол көтергенін көр. Неге сен сол кезде? Маған Диана даусыңды көтермей нормально сөйлесші. Көрдің ба, сен қалай екен, сен маған сөйлеуге болады екен де, мен саған сөйлей алмайды екен сонда, иә? Біздің бірден бір келіспейтініміз, мен бірдеңке деп айтсам, осылай менің бетіме қарай шабады да, бір қоя салайын деген сөз жоқ мына жақта.